Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Седикбаев Сырым, және бүгін біз ежелгі грек философиясының атақты ғалымы Эпикур турасында әңгімемізді бастайық деп отырмыз. Эпикур мен Зенон грек философиясының кейінгі кезеңінің өкілдері. Олардың әрқайсысы мың жылдықтар бойы кеңінен тараған ағымның бастауында тұрды. Оларды шамалап айтқанда замандас деуге болар еді. Эпикур гедонизм деген атпен белгілі ағымның негізін қалады. Бірақ іс жүзінде бұл ағымның ой тұжырымдарын, болжамдарын бүгіннің адамы қолданбайды. Эпикурдың кейінгі ізбасарлары оның алғашқы іліміне аз ғана өзгерістер енгізді. Зенон, стоицизм деген философиялық ағымның бастауында тұрған адам. Бұл ағым заманында өте белгілі болды және көптеген ойшылардың көзқарастарына ықпалын тигізді. Тарихта стоицизмнің көптеген нұсқалары мен түрлері болды. Осы екі ойшыл да этиканың дамуына елеулі үлес қосты. Гедонизм, ләззатты бірден бір игілік деп түсінетін ілім. Платон жақсы өмір ләззат алуға байланысты деген ойға қарсы шықты. Аристотель ләззат адамның бойында бақыт сезімінің туындауына әкелуі керек деп есептеді. Гедонизм болса, адамның өмірінде ләззаттан басқа игілік жоқ деп тұжырымдады. Эпикур философиялық ілім адам қарапайым тіршілік кеше отырып, өмірден қалайша ләззат алуға болатынын үйретеді. Егер сіз шектен шығар мінез-құлықтан рақат тапсаңыз, онда өзіңізге жаман болады. Ішімдік ішкенде басыңыз ауырып азап шегесіз. Эпикур ілім бізге шат өмір туралы айтады. Сонымен қатар сондай өмір салтының жағымсыз салдары мен теріс жақтарынан аулақ болуды үйретеді. Ол адамды түрлі азаптан алыс жүруге шақыруға бағытталған ілім. Гедонизм ілімі бойынша адам рақаттанған соң азапқа жетелеуі мүмкін ләззат тәсілдерін іздемеуі тиіс. Стоицизм. Христиан діні пайда болғанға дейін стоицизм ежелгі дүниенің ең ықпалы этикалық ілімі болды. Стоицизм құлдыраушы және хаосқа батушы дүниеде адамдарға құтылу мен құтқару жолын көрсетеді. Ізгілік пен зұлымдық адамның өзіне байланысты. Біреулер сіздің үстіңізден билік жүргізуі мүмкін. Ол адамдар сізді қинап, түрмеге қамауы, немесе құлдыққа сатып жіберуі мүмкін. Бірақ сіз билік пен күштің сыртқы көріністеріне мүлде мән бермесеңіз, сізге ешкімде үстемдік етіп, билігін жүргізе алмайды. Ізгі қасиеттер адамның ерік күшінде, ерік күші қандай екеніне қарай, адам мейірбан немесе зұлым бола алады. Эпикур біздің дәуірімізге дейін 342 жылы Эгей теңізін Түркия жағалауындағы грек аралы Самостада дүние есігін ашты. Афинаға ол 18 жасында әскери қызметін өтеу үшін келді. Эпикур гректің түрлі қалаларында көптеген ұстаздардан білім алды. Жасы 30-ды орталағанда
Ол Афинаға тұрақтау үшін қайта оралып, сол жерде өзінің философиялық мектебін ашты. Бұл мектеп әдеттегіден өзгеше болды. Оны қала шуынан қорғайтын бақ қоршап тұрды. Эпикур бұл мектепті ізбасарларына мұра етіп қалдырды. Шәкірттері оны көзінің тірісінде ұстаз тұтып, құрметтеп, қастерлейтін. Оның ілімдері мен сөздері жатқа айтатын. Ұстаздың жазғандарын өзгерту немесе оларға күмәндану сатқындық саналатын. Философ үшін бұл нағыз сор еді. Эпикурдың сақталған еңбектері өте аз. Антикалық бір автор Эпикур 300-ден аса кітап жазды деп айтқанымен, бізге олардың аз ғана бөлігі жетті. Біз сүйенетін басты дерек көз Эпикур ілімнің куәгері Рим ақыны Лукреций. Оның поэмасында философтың содан 300 жыл бұрын жазған еңбектерінен ішінара өзгертілген кейбір үзінділер бар. Эпикур ілімнің Лукреций шығармаларында көрініс тапқан негізгі идеясы адамдар жан тыныштығына ұмтылып, өлім мен құдайлар алдындағы үйреден арылуы тиіс. Өмірінің сонында Эпикур қатты ауырды. Дертінің жанына батқанына қарамастан, таңғаларлық сергектігі мен өмір сүргіштігінің арқасында тән азабын бәсеңдетті. Талқаны таусылар сәл жақындағанда философ алғашқы шәкірттерінің бірі Метродордың балаларын біреу қамқорлыққа алса деген тілегін айтты. Эпикурдың мектебі өзара түсіністік пен достық салтанат құрған қоғамдастыққа көбірек ұқсайтын. Кез келген адам әлеуметтік жағдайына және қоғамдағы орнына қарамастан Эпикурдың шәкірті бола алатын. Бұл мектеп қауымдастық шәкірттерді, достарды, олардың балаларын ғана емес, құлдар мен жалшыларды да біріктірді. Тұрмыс салты өте қарапайым да қатаң болды. Қоғамдастық мүшелері көбіне нан мен суды қанағат тұтатын. Мектеп тұрғындары тойлауға шынымен дайын екенін саналы түрде түсінгенде ғана ірімшік берілетін. Эпикур біздің дәуірімізге дейін 270 жылы дүниеден өтті. Ол ешқашан үйленбеді. Эпикурдың ойлары рақат. Эпикур философиясының негізгі идеясы адамның ақылға жүгініп, байыпты, тыныш өмір сүруіне бағытталған. Философ рақаттану сезіміне ерекше мән береді. Бұған адамның көңіліне ұнайтын барлық рақат кіреді. Дәм сезу, түйсіну, көру және иіс сезу. Ең басты рақат, қарын рақаты. Ақыл ой рақаты екінші. Эпикурдың пікірінше, ең басты рухани ләззат, тән рақаты және сезім қуанышы. Осы ұстанымның маңызды ерекшелігі ауруды елемеу арқылы рақаттануға болады. Десек те ізгі адам рақатқа ұмтылып, адамгершіліктен аттамау керек екенini айтады. Өзгелердің назарынан шектеулі пікірінен қорықпай әрекет ету адамның әділдігін көрсетеді.
белсенді және самарқау рақаттар. Алғашқы гедонистер өздерінің пайымдау үдерістерінде белсенді және самарқау рақат ұғымдарын қолданды. Адам қалаған мақсатына жеткенде белсенді ләззат алады деп тұжырымдады. Егер адамда бірдеңе жетіспесе, соны қалайтын жан ауыру пайда болады. Гедонистердің пікірі бойынша адам рухы қалыпты күйде болғанда самарқау ләззат алады. Белсенді ләззат адам қатты шөлдеп, су ішкенде байқалады. Шөлдемей ақ су ішкендегі күй самарқау ләззат. Осымен хабарымыз аяқталды. Эпикурдың философиясы турасында әңгімеміздің жалғасын келесі хабарда тыңдайсыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.